Мәдениетті сөйлей алып жүрміз бе? Сан түрлі мамандықтардың ішінде сөйлеу мәдениетіне ерекше көңіл бөлетіндер ұстаздар. Олардан үйренеріміз әлі де көп. Баланың санасы мен сөздік қорының дұрыс қолдануына дағдыландыратын бірден бір тұлға үйдегі ата-анадан кейінгісі ұстаз. Мәселен, қаламыздағы Новый орта мектебінде оқушылардың сөйлеу мәдениетін дұрыс қалыптастыру мақсатында сөз өнері факультатив сабағы ашылған. Сөз өнері қазақ тарихында ежелден келе жатырған тіл өнерінің бірі болып табылады. Яғни бұған сонау шешендік өнерден бастау алатын, яғни шешендік өнерде өкілдерді жатқызатын болсақ, бүгінде оның өз жалғасын табу мақсатында біздің мектебімізде сөз өнері атты факультативіміз осы жылдан бастап, яғни 2016 жылдан бастап жұмыс істей бастады. Яғни біздер сөз өнері факультативінде оқушылардың бойына не үйрете аламыз, оқушыларға не бере аламыз деген мәселеге тоқталсақ, шешендік өнерден бастау алатын тіл өнері, яғни оның жан-жақты зерттелуі, қазіргі алдымыздағы оқушыларымыздың сауатты мәдениетті сөйлеу болып табылады. Сауатты сөйлеу бұл деген тілдің ішкі құндылықтарын сезініп сөйлеу. Сауатты сөйлеу бұл таза сөйлеу. Сауатты сөйлеу бұл оқушылар мен ұстаздардың арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек. Мәдениетті сөйлеуге ынталандырып жаттықтыратын тек мектеп қабырғасы емес, отбасындағы тәрбие де маңызды. Төл тіліміз өз еркіндігін алып, өз тізгінін қолына алды дегенмен әлі де қоғамда зәруліктер жеткілікті. Әсіресе жас отбасыларындағы бала тәрбиесінде шикіліктер көптеп кездеседі. Жастарға беретін кеңесім негізгі балалардың қалыптасқан уақытта тілі дұрыс қалыптасуына назар аудару керек. Бірінші дұрыс сөйлей, дикциясына, сөйлемді сөз дұрыс айтуына назар аудару керек. Сосын содан кейін әрбір мысалға біреуді жамандап немесе басқа бір әңгіме айтып балалардың көзінше ондайға болмайды. Себебі бала соны қалай естісе солай қабылдап соған дағдылана береді. Сондықтан ондай сөздерді бала жоқта айтқың келіп баратса, жалпы өзі біреуді сыртынан жамандаған жақсы емес, көзінше айту керек не болса да. Ал жалпы негізгі ерлі-зайыптың ортасында айтылатын, үлкен адамдар арасында айтылатын сөзді баланың естімеген дұрыс, соған көп көңіл бөледі. Баланың көзінше әр нәрсені айтып талқылай беруге болмайды. Баланың түсінік ұғымына жағымды, соған өсуіне, дұрыс қалыптасуына әсер ететін әңгімеден басқа заттарды талқылауға болмайды. Сөз қару, сөз демеу, сөз бағыт бағдар, сөз іс-қимыл болған заманда өмір сүру өте күрделі һәм қиын. Адамның қаруы да, құралы да адамдар арасындағы қарым-қатынасты қалыптастырушы да тіл өнері. Сондықтан көпшіл болам десеңіз, өмірде өз орнын таба білуге де ықпалды құрал тіл. Ал мәдениетті сөйлеу арқылы адам өзінің тұтас болмысын, кім екенін көрсете алады. Тәрбие тал бесіктен басталады деп жатамыз. Бұл тіл өнерінің жауапкершілігін тек қана мектепке жүктеп қою керек емес. Себебі үйдегі ата-аналардың балалармен сөйлесуі қандай деңгейде өтіп жатқандығы туралы біздер мысалы оқушылардың сөз тәрбиесінен, сөйлеу мәдениетінен біле аламыз. Яғни тіпті болмаса қазақы дейміз ғой. Ата-аналар мысалы еркін сөйлессе баламен, біздер күнделікті еле-бескере бермейтін кішігірім нәрселер бұл тіл дамуының тарихына әсер етпеуі керек. Себебі мысалы кішкентай көке, апа, шеше деген сөздерді күнделікті қолданысқа енгізсек, сөз өнерінің мәні арта түспек. Сөйлеу мәдениеті қызыл сөзден қуырдақ қуыру емес. Сөйлеу мәдениеті елге, елдік мұраттарға қызмет етеді. Бірлікті, ынтымақ пен жасампаздықты меже еткен, тағылымды тірлікті толғау 90 өмірдің тоқ етері санаған ел мен жер осынау биік міндеттің төбесінен көрді.